Баршаңызға сәлем, сіздермен жүзкеңес денсаулық арнасы. Бүгінгі санымда вазелин жақпа майының пайдасы туралы айтатын боламын. Егер ақпарат сізге қызықты болса, алдымен каналыма тіркеле кетуді және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Әлемге ең танымал әмбебап майлардың бірі вазелин екен. Оны ең алғаш ағылшын химигі Роберт Чесбро 1859 жылы ойлап тапқан. Вазелиннің қасиетін Роберт өзінің терісіндегі тілінген, жарылған жерлеріне жағып тексеріп көрген. Ол өзі шығарған өнімді алғашында мұнай желесі деп атапты. Алайда бұл атау тұтынушыларды тарта алмаған. Сондықтан Чесбро туындысына ағылшын тіліндегі су мен грек тіліндегі зәйтүн майы сөзін біріктіріп, вазелин деген атау береді. Содан соң 1872 жылы 14 мамырда ол вазелинді патенттепті. Міне сол уақыттан бері вазелин атаулы май бүкіл әлемге танымал. Қазіргі уақытта адамдар вазелинді дәрі орнына да косметикалық құрал ретінде де қолданады. Вазелиннің табиғи және жасанды деген екі түрі бар. Табиғи вазелин парафин шайырының жапырақты түрінен алынып, арнайы әдіспен тазартылып ағартылады. Жасанды вазелинмен салыстырғанда ол түссіз, иіссіз және дәмсіз болып келеді. Микробқа қарсы қасиеті бар, су тартқыш. Теріге жаққаннан кейін жуылуы қиын, жуғаннан кейін де іздері қалады екен. Ал жасанды вазелин бұл қатты цезерин мен парафиннің вазелиндік немесе парфюмерлік майларының қоспасы. Иіссіз, түсі сарғыш немесе ақшыл сары болып келеді. Жасанды вазелиннің техникалық, медициналық және косметикалық түрлері бар. Вазелин суда және спиртте ерімейді. Бүгінде вазелинді электротехникалық құрылғыларда, пластикалық қоспалар жасауда, металдарды тот басудан сақтауда, медицинада және косметикада қолданады. Үй жағдайында вазелинді қалай қолдану керек? Көп адамдарда вазелин теріні нәрлендірмейді, тек қорғаныш қабатын ғана түзеді деген пікір қалыптасқан. Бұлай ойласаңыз, қатты қателесесіз. Вазелинді өкшенің, шынтақтың, тізенің қатайып кеткен терісін жұмсарту үшін жағуға болады. Ол үшін жатар уақытта вазелиннің аз ғана бөлігін керек жерге сіңіріп жағыңыз. Таңертең нәтижесіне көз жеткізесіз. Иісті сақтай алады. Бұл вазелиннің тағы бір ерекшелігі. Егер сепкен әтіріңіздің иісі ұзақ уақытқа шыдамаса, оны себуден бұрын мойныңызға аздап вазелин жағып, соның үстінен әтіріңізді себіңіз. Вазелин әтір иісін ұзақ уақыт сол қалпында сақтайды. Қасыңызға әдемі көрікпен қалып беру үшін де вазелинді қолдануға болады. Ол үшін арнайы щеткаға вазелиннің бір тамшысын жағып, қасыңызды ұнаған формасына келтіріп тарайсыз. Кепкеннен кейін қасыңыз бір қалыпты формада жылтырап тұрады. Және де бұл әдісті шашқа да қолдана аласыз. Вазелин шашты жұмсартып жылтыр етеді. Вазелинді беттегі, көздегі бояуды кетіруге де қолданса жарайды. Ол үшін матаның бір бөлігіне вазелин жағып, онымен көз бояуын кетіріңіз. Онымен теріні тазартатын құрал жасауға да болады. Бұл мақсатта аз ғана вазелинге тұз араластырып теріге жағу қажет. Мұндай скраб бет терісін жұмсартып жақсы тазартады. Және де ерініңіз кезеріп, кеуіп кетсе, жатарда вазелин жағыңыз. Таңертең жұмсарып, нәрленгенін байқайсыз. Сондай-ақ вазелинді емі үшін псориаз кезінде күйген орындарды кетіруге, кесілген жараның орнын қалпына келтіруге қолдануға болады. Жас аналар үшін де вазелиннің керек кезі көп. Мәселен, сәбиді жуындырған кезде сусабын көбіктерінен жылайтын болса, шомылдырмас бұрын сәбидің қасына вазелин жағып қойсаңыз, ол көзге сусабын көпіршіктерінің түсуінен сақтайды. Вазелин беттегі безеуді кетірмесе де, безеуден қалған іздерді жоя алатын қасиетке ие. Зақымдалған тері бөлігіне оны асқындырып алмай жатып, вазелин жақсаңыз, безеу іздерін кетіреді. Шаш бояған кезде теріні қорғайды. Шаш бояуы құлақ, мойын, маңдай терілеріне жұқса кетіру қиын екенін білеміз. Әсіресе бояу қара түсті болған кезде тым қиынға соғады. Сондықтан келесіде шаш бояр алдында теріңізге вазелин жағып алсаңыз, оған тиген бояудан тез арыласыз.
Бет әрлеу сәтсіз шыққанда қолданыңыз. Макияж жасағанда ойдағыдай шықпай қалатын кездері болады. Сол сәтте бәрін жуып, басынан бастау шарт емес. Мақта таяқшасына вазелин жағып, артық тұстарын өшіріп тастасаңыз болады. Вазелин кірпікті ұзартады. Егер кірпігіңіз қалың әрі ұзын болсын десеңіз, түнде жатар алдында кірпігіңізге қалыңдап вазелин жағыңыз. Аптасына 3 рет қайталап жағып тұрсаңыз, 1 айдан соң оң нәтижесін байқауға болады. Тері ауруы мәселесінде көмектеседі. Медициналық тәжірибеде вазелин майы іш жүргізетін және сыртқы қолданыстағы дәрі ретінде қолданылады. Ал егер теріге қатысты қиын мәселелер туындағанда, шамалы дәрі-дәрмек алып, вазелинмен жақсылап араластырып, артынан теріңізге жақсаңыз, теріңізден оң нәтиже байқайсыз. Тұмауратып, ұзақ ауырғанда мұрын айналасындағы тері қызарып тұрады. Осы сәтте вазелинді мұрныңызға жағар болсаңыз, бұл мәселеден тез әрі оңай құтыласыз. Сырғаны ауыртпай тағуға көмектеседі. Сырғаны біршама уақыт тақпаса, құлақтағы сырға тағу орны кішірейіп қалады. Сондықтан қайтадан сырға тағарда құлақ ауырады. Қатты ауырмас үшін құлаққа вазелин жағып, артынан сырғаңызды таға берсеңіз болады. Вазелинмен келесі лайфхак ол зақымдалған теріні емдеуде көмектесу. Кесу және тырнау сияқты жеңіл жаралар үшін жараның кеуіп кетуіне және жазылу мерзімін ұзартатын қатты қышыма, қотырдың пайда болуына жол бермеу үшін вазелинді қолданыңыз. Вазелин тым үлкен, терең және қышитын шырамның пайда болуын болдырмауға көмектеседі. Сондай-ақ жөргектің бөртпелерін болдырмаудың ең жақсы жолы баланың терісін мүмкіндігінше құрғақ және таза ұстау. Дегенмен балаңызда бөртпе пайда болса, жөргек ауыстырған сайын вазелин майын жағыңыз. Дұрыс күтіммен балаңыздың бөртпелері 3-4 күн ішінде жоғалып кетуі тиіс. Егер сіз маникюр мен педикюрді жиі жасасаңыз, тырнақтарыңызбен тырнақ жанындағы еттерге вазелин жағыңыз. Бұл сіздің тырнақтарыңыздың сынғыш болуына жол бермеуге көмектеседі және тырнақ жанындағы еттерді ылғалдандырады. Сондықтан оларды кесудің қажеті жоқ. Жақсы нәтиже алу үшін оны тырнақтарыңыз дымқыл болған кезде қолданған дұрыс. Вазелиннің пайдасы көп болғанымен, оны әркім қолдануы қажет емес. Безеуге бейім болсаңыз, бетіңізге вазелин жағудан аулақ болыңыз. Себебі ол, безеуі бар беттердің хал күйін нашарлатып жіберуі мүмкін. Вазелинді тек қана безеуден кейінгі орнын кетіруге ғана қолдануға болады. Міне ең қарапайым әрі арзан майдың күнделікті тіршілікте осынша қажеті мен пайдасы бар. Ең бастысы оның ешқандай аллергиялық реакциясы жоқ. Сондықтан оны бетіңізде безеу болмаған жағдайда қорықпай қолдана беруіңізге болады. Айтылған барлық мәліметтер тек қана ақпараттық сипатқа ие. Қандай да бір емді жасамас бұрын өзіңіздің жеке дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.